Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ тіл сабағы. Өткен тақырыпта бастаған киім тақырыбын әрі қарай жалғастыратын боламыз. Екінші сабағы киім, сән, талғам бөлімі. Оқушылар, кітаптарыңыз бен дәптерлеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтан меңгеретіндеріңіз: мәтін мазмұны негізінде сұрақтар құрастыру, ілгерінді, кейінді, тоғыспалы ықпалдарды анықтау. Балалар, мына сұраққа ауызша жауап беріңіздер. Жауаптарыңызды мұғалімге хабарлама ретінде жолдаңыздар. Бірінші, киім кию туралы қандай мақал-мәтел білесіңдер? Екінші, сәукеле қандай киімнің түрі? Әрбір сұраққа 1 балдан беріледі. Бұл тапсырманың дескрипторы сұраққа нақты жауап береді, ойын жүйелі жеткізеді. Егер осы дескрипторлар орындалған жағдайда ғана сізге әрбір жауапқа 1 балдан беріледі. Барлығы 2 бал. Ендеше балалар, сабағымызды әрі қарай жалғастыру үшін видео материалға назар аударайық. Қазақ халқының қолөнері көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан бай қазына. Оның бір ұшығы туысқан Орта Азия халықтарының және орыс халқының қолөнерімен де ұштасып жатыр. Қолөнерінің басты бір саласы киім тігу. Ерте заманнан күні бүгінге дейін өзінің қадір-қасиетін жоймай, қолөнерінің озық үлгісі ретінде ғана емес, әрі әсем, әрі ыңғайлылығымен де пайдаланудан қалмай келе жатқан қазақтың ұлттық киімдері әлі де аз емес. Айыр қалпақ, ерлердің киізден тігілген жеңіл бас киімі. Айыр қалпақ жұқа етіп басылған ақ киізден тігіледі. Ол негізгі 2 бөліктен құралады. Олар қалпақтың төбесі және етегі, кейде қайырмалы деп те атайды. Жарғақ шалбар, еленіп әбден өңделген жұқа теріні қазақтар жарғақ дейді. Қызыл түске боялып, түрлі түсте өрнек салынған жарғақ теріден тігілген шалбарды жарғақ шалбар деп атаған. Бұл сәнді киімді кезінде батырлар, бектер мен билер, сал серілер салтанатқа киген. Тымақ. Қазақта тымақтың түрлері көп. Соның ең бағалысы түлкі тымақ. Оның маңдайы мен құлақтарының ішкі жағына түлкі терісі тігіледі де, сырты мақпалмен, пүлішпен немесе басқа асыл мақталармен сырласып тасталады. Тымақтың төбесі 4 немесе 6 сай, 3 күл киізден құралып шошақ болып келеді. Саптама етік. Қонышы тізені жауып тұратындай ұзын, табаны қалың, сіреден оң солы жоқ, түзу болып тігілетін аяқ киім. Оны киіз байпақпен киеді. Қысқы күнгі аязда ат үстінде жүргенге жылы әрі қолайлы етік. Байпаққа келетін болсақ, жылылық үшін етіктің мәсінің ішінен киетін киізден тігетін аяқ киім. Қыста киетін байпақтың киізі қалың, ал жазда киетін байпақтың киізі жұқа болады. Кимешек. Кимешек ол жасамыс әйелдер киетін бас киім. Ол өн бойы көкіректі жауып тұратын тұтас матадан тігіледі. Ақ матадан бет жағы ойылады. Өңірі оқаланып кестеленеді. Төбесіне сәндік үшін шылауыш немесе күндік сияқты ақ мақта оралады. Бөрік. Қазақтың ертеден қалыптасқан ұлттық бас киімі. Оны бағалы аң терісінен және жас төлдің терісінен тігеді. Оның жаздық және қыстық түрлері болады. Терінің түріне қарай бөрік әрі алуан аталады. Мысалы, құндыз бөрік, сусар бөрік, кәмшат бөрік, жаннат бөрік, түлкі бөрік, елтірі бөрік. Ендеше балалар, мәтінді тыңдап болсаңыздар, осы тыңдаған мәтіндеріңіздің мазмұны бойынша 3 сұраққа дейін құрастыру тапсырма ретінде сіздерге беріледі. Әрбір дұрыс құрастырылған сұраққа 1 балдан. Бұл тапсырманың дескрипторы мәтін мазмұны бойынша сұрақ құрастыра алады.
сөйлем құрағанда сөздерін жүйелі байланыстырады. Яғни сіздер тыңдаған мәтіндеріңіздің мазмұны бойынша 3 немесе 2 сұрақ құрастырсаңыздар болады. Әрбір дұрыс құрастырылған сұрақ 1 балмен бағаланып, барлығы 3 балды құрайды. Балалар, бірінші тапсырманы орындап болсаңыздар, сіздерге екінші тапсырма мына сөздерге, яғни шайы көйлек, құралай көз, жеңіспек, талдықорған, әдемі қыз сөздеріндегі дыбыстық өзгерісті анықтап, ықпалды ажыратасыздар. Бұл тапсырманың дескрипторы сөздегі ықпал түрлерін анықтайды және әсер етуші дыбыстарды стрелкамен көрсетеді. Балалар, сіздерге 5 сөздегі дыбыстық өзгерісті анықтау беріліп тұр, барлығы 5 сөз немесе сөз тіркесі. Осы әрбір дұрыс дыбыстық өзгерісі табылған сөзге 1 балдан берілгенде барлығы 5 балды құрайды. Ендеше балалар, тапсырманы орындауға сіздерге сәттілік. Тапсырмаларды орындап болғаннан кейін міндетті түрде мұғалімге жолдаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.